Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Осындай жақсы керемет пайғамбарымызға махаббат деген, пайғамбарымызға мейір махаббатты, пайғамбарымызға деген сүйіспеншілікті көрсеткен осындай жиынды ұйымдастырып жатқан бауырларымызға Аллах Тағала құт берекесін берсін. Отбасы шаңырақтарына құт берекесін беріп, ұрпақтарынан Құранға, дінге, ғылымға қызмет қылатын көптеп салихалы ұрпақтардың тарауын Алла нәсіп етсін. Пайғамбарымызға махаббат бұл және Абидин ағамыз жақсы айтып кетті. Негізі пайғамбарымызға деген махаббат үш нәрсенің болады. Бұл жүрекпенен, яғни жүрекпен жақсы көру. Одан тіл, одан дене. Тіл дегеніміз көбірек салауат айту. Дене дегеніміз бұл пайғамбарымыздың көрсетіп кеткен сүннет амалдарын орындау. Пайғамбарымыз жақсы көріп, істеп кеткен, немесе істеуге қызықтырып кеткен, істемесе де істеуге қызықтырып кеткен нәрселер. Осыларды істеуменен пайғамбарымызға деген махаббатты біз көрсете аламыз. Бірақ құрметті бауырлар, бұл жерде айта кететін нәрсе, мысалы, салауатты осы жерде отырған барлық мұсылман айтып жүрміз. Сүннетті осы жерде отырған намаз оқитын барлық мұсылмандар орындап жүрміз. Бірақ сол салауат айтуменен, сүннет орындауменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның түсінде барлығымыз көріп жатырмыз ба? Жоқ. Бұл жерде жүрекпен жақсы көру, кімдікі басым болатын болса, пайғамбарымызға деген жүректен шыққан махаббаты басым болатын болса, пайғамбарымыз соған көрінеді екен. Сондықтан құрметті ағайын, салауат айтайық, көптеп айтайық. Бірақ салауат жай құрғақ сөз болып қалмау керек. Жүрекпенен, махаббатпен болу керек екен. Бір кісі пайғамбарымызды үнемі бір қиссада келеді, үнемі көп көреді екен. Сонда бір кісілер үйретіңізші, Расулуллахны қалай көп көруге болады деп, сол кісі үйіне шақырып, 2-3 күн бойы тамақ бермей жатқызып көрдіңдер ме? Жоқ. Екінші күн ме, үшінші күні тамақ ішпеген, ана әбден шөлдеген адам, жоқ, Расулуллахны көрмедік, суды көрдік, шомылып жатырмыз, ішіп жатырмыз дегенде, ана Расулуллахны жиі көретін кісі айтқан екен, міне осылай көресіңдер деп. Яғни қатты шөлдеп суға деген сондай бір шөлі қатты қысқан кезінде тек қана суды ойлаған адамға Аллах Тағала суды көрсетіп қойғанда түстерді. Сол секілді пайғамбарымызға деген кімнің махаббаты жүрегінде таситын болса, пайғамбарымызға деген махаббат сол кезінде сол адамға әлбетте көрінеді. Оған күмәнданбаңыздар. Аллах Тағала негізі бұл дүниядағы адамның бір-біріне деген махаббат, ең күшті махаббат қайсы десе, ананың құрсақ көтеріп, ішінен шыққан баласына деген махаббат, ең күшті махаббат дейді. Оны біз қиссалардан білеміз, Намрудтың қиссасынан білеміз. Баланы отқа тастағанда әке бауырлар үйтіп отқа секірмейді. Әке ойлауы мүмкін, Құдайға шүкір жаспын ғой, Құдайға шүкір тағы бір әйел алсам, тағы бала туылады деп. Жоқ, ана ойланбайды. Күйеуім бар ғой, тағы да бала туып алам ғой деп ойлап тұрмайды екен. Баланы отқа лақтырғанда ана артынан қоса секіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір жорықтан келе жатқанда, бір сахаби әйел жорықтан анау әскердің алдынан шығып Расулуллахны сұрайды екен. Сонда ол әйелдің бірдей бір үш ең жақыны, әкесі, бауыры, күйеуі қайтыс болды деп атса да, оған мән бермейді дейді. Жоқ, Расулулла тірі ме? Әкең дүниеден өтіп кетті. Жоқ, Расулулла тірі ме? Міне пайғамбарымызға деген шынайы махаббат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кетті. Ла юмину ахадукум хатта акуна илейхи ахабба мин валадихи ва валидихи ва наси аджмаин деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жүректің махаббатын айтып кетіп жатыр. Сендердің біреулерің
толық иман келтірген болмайды. Мені, яғни Расулулланы, бала шағаңнан да, ата-аналарынан да, барлық жер бетіндегі адамдарынан артық жақсы көрмейді деді. Яғни Расулулланы біз жақсы көруді көрсетеміз салауат айтумен, сүннет амалдарын жасаумен көрсетеміз, бірақ бұны біз жүрекпенен жақсы көріп істемесек, бұл жай құр сөз болып қалуы мүмкін, құрметті ағайын. Негізі бұл өмірдің, Аллах тағала бұл жер бетіндегі өмірді негізі тәртіпке бағындырып қойған, оны білесіздер. Мысалы, Алланың рахматының өзі ата-ананың несіне, мейіріміне байлап қойды, ата-ананың разылығына байлап қойды. Әйелге Алла разы болады, күйеуі разы болса қайтыс болғанда деп. Аллах тағала осы өмірді бір тәртіп қылып байлап қойғанда бір-біріне. Бірақ осы тәртіпті бұзатын бір нәрсе бар екен, бұл пайғамбарымызға деген махаббат. Пайғамбарымызға махаббатпен сондай жаңа айтылып жатыр, өмірде болып жатыр. Сондай махаббатпен қаншама салауат айтқанда жазылмайды деген аурулар жазылып кетіп жатыр. Ол әдетке салатын болсақ, медицина ілімімен жоқ, ол енді орындалмайды, ол енді жазылмайды деген пайғамбарымызға деген махаббат оны өзгертіп жіберіп жатыр да. Аллах тағала бізге бұл дүнияда сондай тәртіп беріп, мысалы, алыс жерге бару үшін көлікке мұқтаж қылып қойды. Уақытқа мұқтаж қылып, соның арасына біз түсіріп қойды. Осының бәрін Аллах тағала бұзып жібереді екен. Пайғамбарға деген махаббат болып, көп салауат айтып, шынайы беріліп істейтін болса, болмайды деп тұрған жерден Аллах тағала болдыра салады екен кез келген нәрсе. Ақылға салып, міне қазір мынандай болатын болды, олай болмаса болмайды деп адам ақылға салса, қабылдап тұрса да, бірақ пайғамбарға деген махаббат болса, Аллах тағала оны өзгертіп қояр екен. Сондықтан құрметті ағайын, бұл пайғамбарымызға деген, Аллаға деген махаббат бұл ақылмен өлшенбейді, ақылға салынбайды. Негізі біз Алланы жақсы көру керекпіз. Алланы бұл дүнияда көрмейміз. Алла өзін жасырып қойды. Енді Алланы қалай жақсы көреміз десе, ғалымдар не дейді? Пайғамбарды жақсы көруменен. Ал пайғамбарды қаншалықты жақсы көрсең, Алланы да солай жақсы көремін деп есепте дейді. Яғни Аллах тағала Құранда да айтады. Яғни пайғамбарға ілесіңдер. Аллаға бойсұнғыларың келсе, пайғамбарға ілесіңдер. Яғни Аллах тағала өзіне деген махаббатты пайғамбарымызға деген махаббат арқылы байлап қойған екен, құрметті ағайын. Тіпті мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызбен естіген сөйлескенде хадис келеді. Айша, адам, мұсылман адам қанша амал жасаса да қиямет күні мына амалы жәннатқа кіргізе алмайды деп. Оқыған намаз, ораза, зекет, қажылық жәннатқа кіргізе алмайды. Я Расулулла, сізді деме деді. Алла қиямет күні әділ сот қылатын болса, барлықтарымыздың күнәміз бастан асып жатыр. Ешкім жәннатқа кірмейді. Намаз оқыдым мен, ораза ұстадым. Сонда я Расулулла, жәннатқа кіретіміз анық қой, уәде етті. Қалай сонда? Аллах тағаланың әділ соты болатын анық қой. Бәріміз кіре алмай, қалай сонда кіреміз дегенде, Алланың рахматы, яғни мейір махаббаты кімге түссе, Аллах тағала бүкіл күнәсін кешіріп кіргізе береді. Аллах тағала да бұл жерде жаңағы заңдылық қойып қойды. Күнә жасадың ба, тозаққа кіресің деп. Аллаға деген махаббат арқылы Алланың сізге түскен мейірімі оны да жойып жібереді екен. Жаңа қойған тәртібін Аллах тағала бұзып жібереді. Сондықтан құрметті ағайын, Аллаға деген махаббат ол пайғамбарымызға деген махаббатпен болады. А пайғамбарымызға деген махаббат көп жаңағы тілмен болатын, салауат айтумен болса, денемен, амалмен жасалатын болса, үшіншісі мына жүрекпенен, шынайылықпен, иншалла. Сондықтан құрметті ағайын, иншалла мынандай жиындарымыз көп болсын. Бұндай жиындар көп болған сайын, Алланың құдіретін көріп, жаңағындай әдеттен тыс нәрселерді көргенде, әлбетте адамдардың пайғамбарымызға деген махаббаттары арта түсетіндігі ол ешқандай күмәнсіз. Сондықтан Аллах тағала бұндай пайғамбарымызға деген махаббат, пайғамбарымыздың махаббатына арналған бұндай жиындар әрбір ауылда, әрбір қалада, түпкір-түпкір жерде Қазақстанның бола беруін Алла нәсіп етсін.
Қандай жерде бұндай жиын болса, иншалла Алланың берекесі болады. Аллах Тағала қабыл етсін. Алла разы болсын баршаңызға. Амин.